Бәріңізге сәлем, сіздермен бірге Айерке. Бүгінгі сабақта сіздерге ликвидностьті түсіндіріп беретін боламын. Жалпы ликвидность дегеніміз бұл прямой мағынада ақша, яғни именно кімдердің ақшасы, маркет мейкерлердің ақшасы. Жалпы рыноктағы адамдарды екіге бөліп тастауға болады. Қарапайым теханализбенен торговать ететіндер және дағы крупный участниктердің анализі, яғни смарт мани менен торговать ететін адамдарға бөле аламыз. Жалпы әлем бойынша нарықта көп адамдар осы теханализбенен торговать етеді, яғни жаңағыдай теханализ деген қандай, мысалға айтып көрсетейін, былай ғой ол вот боковик, жаңағыдай канал деген сияқты нелерді торговать етеді теханализде. Немесе қараңыздар, боковик деген, яғни оның жоғарғы границасы бар и төменгі границасы бар. Вот олар каждый раз осы зонаға келген сайын жаңағыдай төменге деп сделка ашып отырады, потому что олар жаңағыдай мына зонаны как важный зона ретінде алады. Мысалға оның астыңғысы жаңағыдай поддержка, үстіңгісін сопротивление деп алады дағы. Яғни каждый раз баға мына жерге келген кезде олар төменге кіріп отырады, мына жерге келген кезде жоғарыға кіріп отырады. Яғни бұл қарапайым ритейл трейдерлардың торговлясы деп айтуға болады. Көбінесе теханализ жұмыс жасамайды. Теханализбен торговать ететіндерді рынокта көбінде минуспенен шығарып тастайды. Бұл сіздерге бірінші мысал ретінде көрсеттім, иә? Немесе екінші мысал ретінде көрсетейін. Теханализде торговать ететіндердің мынандай несі бар, жаңағыдай алдыңғы сабақта өткен болатынбыз, иә? Структура, яғни как обычно жоғарыға тренд кетіп бара жатқан кезде каждый раз мына минимум точкалардан, яғни мынау айттық қой бізде минимум, мынау максимум, мынау минимум, мынау максимум деп. Осы каждый минимумнан олар жоғарыға деп сделкаға кіріп отырады. Яғни бұл теханализді торговать ететіндер. Ал енді қараңыздар, ICT қалай үйретеді бізге? Мынау мысалға теханализ торговать ететіндер, олар көріп тұр, мына зона крупный зона екендігін, потому что баға бір рет келді, осы жерден откат алды. Сосын баға екінші рет келді дағы, осы жерден откат алды. Олар, яғни мына зонаны крупный зона ретінде белгілейді дағы, өздерінің стоп-лостарын осының астына қояды дағы, сделкаға жоғарыға кіреді. Бірақ смарт мани анализі бойынша теханализбен торговать ететіндерді именно олардың мына жерде тұрған ақшаларын бәрін жинап алып кетеді дағы, минуспен шығарып тастайды дағы. Одан кейін барып нені анализ жоғарыға кетеді. Яғни қараңыздар, крупный игрок не істеді? Мына теханализ торговать ететін адамдардың ақшасын жинап, содан кейін барып қана бағаны жоғарыға кетірді деген сөз. Получается, қараңыздар, теханализ торговать ететіндердің стоп-лоссын қоятын жер ол ликвидность. Крупный игрок үшін ликвидность болып саналады. Мысалға, мына структурада көретін болсаңыздар, мынаның каждый точкасы, каждый минимум точка, мына минимум точка болсын, мына минимум точка болсын, қазір көрсетемін сіздерге. Каждый мына минимум точкада теханализ торговать ететіндер не? Өздерінің стоп-лостарын қойып тұр, дұрыс па? Маркетмейкер не істейді? Бір рет қана осының бәрінің стоп-лосын былайдан жинап алады дағы, одан кейін барып жоғарыға кетеді. Яғни бұл бізде смарт мани анализі бойынша осындай. Мен қазір сіздерге ликвидностьтің бірнеше мысалдарын көрсетемін. Жалпы теханализ специальный модельдерін сызып қойғанмын. Мысалға, мына жерден қарайтын болсаңыздар, тренд жоғарыға кетіп бара жатқан кезде оның lower low, lower high деп негізінде көбісі түсіндіреді, но мне легче там максимум минимум деп түсіндірген. Вот мына жерде ол минимум точка, дұрыс па? Тренд жоғарыға кетіп бара жатыр. Осы тренд жоғарыға кетіп бара жатқан жерде мына минимум точкада жаңағы теханализбен торговать ететіндердің стоп-лостары тұр. Крупный участник не істейді? Именно олардың ақшасын жинап алады. Мына жерде оларды стоппен, минуспенен шығарып тастайды рыноктан, сөйтіп жоғарыға кетеді. Немесе қараңыздар, мен қазір сіздерге просто былайынан шаблонына түсіндіріп жатырмын. Осы шаблонына түсіндіріп болғаннан кейін сіздерге оны графиктен көрсететін боламын. Мысалға, тренд бізде төменге қарай кетіп бара жатыр дейік. Қараңыздар, төменге қарай кетіп бара жатыр. Вот максимум, минимум деген секілді. И мынаның каждыйында не тұр? Бізде ждағы теханализ торговать ететіндердің стоп-лостары тұр. Я? Олар каждый на максимум точкаға өздерінің стоп-лостарын қойып отыр. Крупный игрок не істейді? Ол бараттағы осылайынан манипуляция жасап, мына жердегі стоп-лосты алып, мыналардың, яғни ақшаларын жинайды дағы, одан кейін барып жоғарыға кетеді.
Бұны көбінесе жаңағыдай ложный пробой ретінде тоже түсіндіруге болады. Яғни пробой болған жоқ, просто ложный болды. Яғни мына жердегі ақшаны жинап алып кетті теханализбен торговать ететіндердің, одан кейін барып сделканы минусқа қарай кетеді. Яғни төменге қарай кетеді деген ғой. Бұны тоже қазір графиктен көрсетемін. Получается, қараңыздар, обычный структураның каждый минимум максимум точкасы ол бізде не болып саналады? Ликвидность болып саналады. Мысалға қараңыздар, тренд жоғарыға кетіп бара жатыр, импульс коррекция болып, иә. Енді оның каждый мына минимум точкасында бізде не тұр? Ақша тұр. Яғни теханализбен, как обычный трейдерлардың торговать ететіндердің ақшалары тұр. Крупный игроктың манипуляциясы қалай жүреді? Ол именно осы жердегі, либо мына жерден келіп, мынаны стоппен шығарып тастап, одан кейін барып кетуі мүмкін. Либо қараңыздар, мына жерден, вот, последний парадтағы, последний минимумнан ложный пробой жасайды дағы, қайттан жоғарға кетеді. Получается, ол мына теханализбен торговать ететіндердің мына жердегі стоп-лосспенен бәрін минусқа шығарып тастады, одан кейін барып не істейді? Жоғарға кетеді деген сөз. Бұл бізде структура, именно тренд восходящий, нисходящий болған кездегі жаңағындай ложный пробойлардың мысалы. Яғни последний минимум максимумдардан жаңағындай нені жинап кетеді. Короче, стоп-лосстарын жинап барып, ары қарай жоғары бағытқа кетеді. Немесе қараңыздар, мынандай тоже шаблонный модель бар. Ол көбінесе equal low, equal high деп аталады. Ну, equal low, equal high деп жаттамай қойыңыздар. Равные лои, яғни бірдей хайлар, бірдей лойлар деп жаттауға болады. Мысалға, қараңыздар, теханализ торговать ететіндер қалай ойлайды? Вот, мына жерде баға бір рет келді, откат алды, сосын дәл-медәл осы уровеньға екінші рет келеді дағы, откат алады. Вот, значит, мен осы жерден уже сделкаға кіремін дейді дағы. Ол сделкаға кіреді, бірақ оны неге минуспен шығарып тастайды? Потому что ICT, яғни Smart Money'дің анализі бойынша, там, где равные лои, вот там и деньги. Получается, мынау, ол бізде крупный участниктарға ақша, былайша айтқанда, обычный теханализдардың ақшасы, яғни солардың ақшасын жинап алды дағы, оларды минуспен шығарып тастады, обычный қарапайым трейдерлар минуспен шығарып тастады дағы, сосын барып төменге қарай кетті. Мынау тоже мысал ретінде көрсете аламын сіздерге. Бұны басқалары жаңағыдай двойное дно деп те атайды. Негізі бұның основной аты equal low, equal high, яғни равные лои и равные хаи. Там, где бірдей тұрады ғой, вот, осыны бізде ликвидный точка ретінде аламыз. Вот. Крупный участник келеді дағы, не істейді? Ол мына жерге көп адамдар стоп-лосстарын қойып тұр осы уровеньға. Ол барады дағы, олар минуспен шығарып тастайды дағы, одан кейін барып жоғарға кетеді. Вот. Бұны тоже қазір сіздерге мысалменен көрсететін боламын. Сосын тағы да қандай түрлері бар? Вот, мынау сіздерге тоже ликвидность болып саналады, яғни мынаны айтуға болады трендовый ликвидность деп айтуға болады, яғни там, где вот накопление жүреді ғой, мына каждый астында жаңа айтқанымыздай стоп-лосстар тұр, иә. Мына жерде де стоп-лосстар тұр, теханализ торговать ететіндердің. Мына жерде де теханализ торговать ететіндердің нелері тұр. Мына жерде де теханализ торговать ететіндердің стоп-лосстары тұр. Бұны кейде рынок просто былайынан импульспенен алып, одан кейін барып кетіп қалады. Либо просто ұзын фитильменен алады дағы, одан кейін барып кетуі де мүмкін. Немесе тренд ауысқан кезде мына ликвидностьтің бәрін шешіп, яғни тренд жоғарға қарай, төменге қарай кетеді. Яғни мына жерде уже импульсына төменге қарай кетеді ше. Потому что мына каждый ақшалар оларға объем беріп отыр. Мына жерден келгенде қараңыздар, өзі төменге қарай кетіп баратыр, мына объем қосылады, мына объем қосылады, мына объем қосылады. Сөйтіп импульсына мына ликвидностьтің бәрін, мына жердегі каждый адам бәрі жоғарға кіріп отырды ғой, дұрыс па, сделкаға. Соның бәрін минуспенен шығарады да, дальше төменге қарай кетеді. Вот. Либо қараңыздар, мынандай тоже модель бар. Қазір көрсетейін. Бұны рейндж деп те атайды, либо жаңағыдай боковик дегенде айтуға болады. Боковиктің білесіздер, жоғарғы точкасы да, төменгі точкалары дағы не болып саналады? Ликвидность болып саналады. Яғни ол
жаңағы теханализ торговать ететіндер оны не деп алады? Мынаны поддержка деп алады, мынаны сопротивление деп алады. Ал ICT үшін бұның екі жағы да ликвидность. Ол не істейді? Бірінші, екі жақтың бірінен біз ликвидностьтің шешкенін күтеміз. Көбінесе жаңағыдай боковик торговать еткен кездегі основной ереже ол либо жоғарғы жақтан, либо төменгі жақтан ликвидность шешілу керек. Одан кейін барып сделкаға жоғарға кіруге болады. Мысалға, мына ситуацияда қараңыздар. Көп адамдар боковик деп ойлайды, яғни мына жерге келгенде жоғарыға кетіп жатыр, қайтадан мына жерге келеді дағы жоғарыға кетіп жатыр. Яғни осы точканы алады дағы как важный уровень поддержки ретінде алады. Сөйтеді дағы олар сделкаға жоғарыға қарай қайтадан кіреді, дұрыс па? ICT не істейді? ICT-ның анализі бойынша бұларды стоппенен, минуспенен шығарып тастайды дағы, одан кейін барып жоғарыға кетеді. Өздеріңізге бір жерге жазып қойыңыздар. Боковик торговать етудің основной ережесі ол екі жақтың бір жағынан ликвидность шешілу керек. Мысалға қараңыздар, жоғарғы жақтан мына айттық қой жаңа бірде лойлар деп, осыларды осы жерден ликвидность, яғни мына ақшаны жинап алып, одан кейін барып сіздер уже төменге кірсеңіздер болады. Яғни сіздердің основной задачаларыңыз былайша айтқан кезде маркетмейкерменен бірдей жүріп отыру десек те болады. Енді мен қазір сіздерге осы нәрселерді мысалменен көрсетіп берейін. Мына жерде көріп тұрсыздар, иә? Трендовый неменен кетіп жатыр. Вот. Трендпенен кәдімгідей төменге қарай кетуде, иә? Вот. Импульс, коррекция, импульс, коррекция, импульс, коррекция деген секілді сделка полностью төменге қарай кетуде. Мынаның барлығы бізде мына оның максимум точкаларының барлығы ликвидность болып саналады. Кейін тренд ауысқан кезде осы жерге келсе, мысалға импульсына дальше жоғарға кетуі мүмкін. Вот. Осылайынан, қараңыздар. Осылайынан импульсына жоғарға кетуі мүмкін. Чтоб мынаяқтан оған тағы да еще больше объемдар қосылады. Яғни мынау бізде трендовый ликвидность болып саналады. Осының барлығын жинап дальше жоғарға кетуі мүмкін. Одан кейін қараңыздар. Тағы да бір мысалдармен түсіндірейін. Мысалға, мына ситуацияда қарайтын болсаңыздар, жалпы бізде тренд төменге қарай кеткен, иә, көріп тұрсыздар ғой? Қазір көрсетейін сіздерге. Тренд в целом бізде төменге қарай келе жатыр, иә? Импульс, коррекция, и коррекция, импульс, коррекция деген сияқты, иә? И сосын не істейді? Последний раз вот мынандай импульс болады дағы, одан кейін коррекциясы қай жерге дейін? Мына максимум точканың, мына жерде вот, мына максимум точкадан ақша, вот, мына жерде көріп тұрсыздар ғой? Последний максимум точка, мына жердегі ақшаның бәрін шешеді дағы, жинайды дағы, сөйтіп барып төменге қарай кетеді. Яғни ложный пробой болып тұр мына жерде көріп тұрғандарыңыздай. Максимум точка, мына жерде көп адамдар өздерінің стоп-лосстарын қойып тұр ғой. Неге? Себебі жаңағы теханализбен торговать ететіндер осылай торговать етеді, иә? Каждый раз ол максимум және де минимум точкаларға өздерінің стоп-лосстарын қойып отырады. Мінекей. Каждый раз олар төменге кеткен сайын мына жерден сделкаға кіріп отырды, өздерінің стоп-лосстарын мына жерге қойып отырды, стоп-лоссын мына жерге қойып отырды. Крупный участник не істеді? Ол импульс жіберді, сосын коррекция кезінде вот последний мына жерде кім стопын қойды, соның бәрін ақшасын алып кетті. Мына жерде вот кімнің стопы тұрды, соның бәрін ақшасын жинап, мінекей, қараңыздар. Ақшасын жинап алды мына жерде тұрған ақшаларды, сөйтіп барып төменге импульсына құлады. Көрдіңіздер ғой? Вот, маркетмейкер жалпы осылай жұмыс жасайды. Мына жерде көбісі ложный пробойды жалғастырып, мысалға шатастырып, жоғарыға да кіріп кеткендер болды. Яғни анализда именно осы Smart Money'да отработка больше жоғары, чем какой-то теханализ соларға қараған кезде. Либо мына жерде қараңыздар, мысалда бізде в целом тренд жоғарыға қарай кетіп жатыр, иә? Импульс, коррекция, импульс, коррекция, импульс, коррекция. Мінекей мына жерде қараңыздар. Импульс, коррекция, импульс, вот, коррекция, импульс, коррекция, импульс, коррекция деген сияқты, иә? И не істеді ол? Последний раз мына жерде, мінекей қараңыздар, как жаңа айттым ғой, равные лои деп ше. Ол не істейді? Мына жердегі бірдей минимум точкалардан ликвидностьті шешті. Вот мына жерде бірдей минимум точкалар тұрды. Осы жердегі ликвидностьті шешті дағы, одан кейін барып жоғарыға кетті. Яғни мына жердегі ақшаны жинап алып, одан кейін барып жоғарыға кетті. Былайша айтқан кезде.
мына жерден де тоже айтуға болады. Жалпы келесі сабақта мен сіздерге алтын менен күмістің арасында бір-біріменен, мысалы сіздер көріп отқандарыңыз ол золото ғой. Келесі мен сіздерге сереброның графигімен ашып түсіндіремін. Екеуінің арасында СМТ жүреді. СМТ деген мысалға біреуінде ликвидность шешіледі, екіншісінде шешілмейді. Бірақ мысалға олар бір-біріне қатты жаңағыдай корреляция беріп отырады. Мына жерде мысалға золото менен СМТ болған. Яғни қараңыздар, как не сияқты, равные лои сияқты алтын қалдырып кетеді. Вот осылайынан теханализ бойынша жаңа айттық қой. И сосын не істейді ол? Крупный участник барады дағы бәрін снимать етті. Мінекей қараңыздар. Вот осы жерде тұрған ақшаны бәрін жинап алды. Содан кейін барып не істеді? Импульсна төменге қарай кетті баға. Либо мына жерде көрсетейік. Мысалға, бізде изначально тренд не болды? Жоғарыға кетіп жатыр, дұрыс па? Вот былайынан импульс, коррекция, импульс, коррекция деген сияқты. Енді қараңыздар, коррекцияда мына жерде қаншама лойлар тұр, иә? Яғни, как равные лои ретінде де айтуға болады, компрессия ретінде де алуға болады, иә? Мына жерде өте көп компрессионный ликвидность тұр. Крупный участник, яғни маркетмейкер не істейді? Осылардың стоппенен, минуспенен шығарып жіберді. Неге? Потому что мына жерде көбісі сделкаға жоғарыға кіруде. Мына жерге келгенде жоғарыға кірді олар, вот осылайынан жоғарыға кірді. Каждый раз мына уровеньға келген сайын олар жоғарыға деп кіріп отырды. А крупный участник не істеді? Оларды минуспенен шығарып тастады дағы, сосын барып жоғарыға кетті. Яғни маркетмейкердің анализі осы. Либо мына жерде қараңыздар, көп адамдар мына жерге именно осы уровеньдарға, вот мына уровеньға өздерінің стоп-лосстарын қойып жоғарыға кіріп отырды. А крупный участник не істеді? Именно оларды тоже ложный пробоймен, жаңағындай фитильменен минуспен шығарып тастады дағы, сосын барып жоғарыға кетті. Вот көбісі вот мына жерден жаңағындай сделкаға жоғарыға кірді, бірақ оларды не істеді? Минуспенен шығарып тастады просто. Содан кейін барып қана жоғарыға кетуде. Яғни сіздер жаңағындай маркетмейкердің логикасын түсінулеріңіз керексіздер ғой, главный нәрсе. Мына жерде де қараңыздар, не істейді? Как равные лои ретінде алуға болады мына жерді. Вот не істейді? Крупный участник, көп адамдар мына теханализ торговать ететіндер осы жерден мысалға жоғарыға кірді ше, сделкаға. А крупный участник не істейді? Оларды минуспенен, яғни бүткілінің стопларын жинап алды. Мына жерде қараңыздар, осылайынан олар жоғарыға кірді, допустим, олардың бәрі минуспенен шығарды дағы, одан кейін барып жоғарыға кетті баға. Вот, мына жерде де то же самое. Каждый раз олар жоғарыға кірді, оларды минуспен шығарып тастайды, сосын жоғарыға деген сияқты ғой. Жалпы ликвидность тақырыбы сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Егер дағы видео пайдалы болып жатса, астына комментарийға жазып кетіңіздер. Мен үшін сіздерден келген әрбір комментарий маңызды. Егер дағы трейдинг жайында сұрақтарыңыз болса да, обучение бойынша да төмендегі сілтеме бойынша өтіп жазсаңыздар болады.